Антони Конте Ювентустың бас бапкері қызметіне басты үміткер. Атлетико Мадрид жұлдызы Жоау Феликске Барселона мен ПСЖ қызығып отыр. Фрэнки де Йонг Арсеналға ауысуы мүмкін. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқа да адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса лайк басып кетуіңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз көп созбай бастаймыз. La Gazzetta dello Sport басылымының хабарлауынша, егер Ювентустан Массимилиано Аллегри жұмыстан қуылатын болса, бұл орынға басты үміткер Антони Конте мен Маурисио Почеттино. Ювентус А сериясында 8-ші орында тұр. Бұдан бөлек туриндіктер Чемпиондар лигасынан ұшып кетуі мүмкін. Контенің Тоттенхэммен келісімшарты осы маусымның соңында аяқталады. Қазір шпорлар басшылығы Контемен келісімшартты ұзарту бойынша келіссөздер жүргізуге тырысып жатыр. Ал Маурисио Почеттино болса ПСЖ-дан қуылғаннан кейін әлі жұмыссыз жүр. Зинедин Зиданды Ювентусқа бас бапкер болуға қарастырылған. Бірақ қазір француз Франция ұлттық құрамасының бас бапкері болуға жақынырақ. Челсиден кеткеннен кейін жұмыссыз жүрген Томас Тухель де бар. Бірақ туриндіктер неміс маманын қарастырып жатқан жоқ. Атлетико Мадридтің жас жұлдызы Жоау Феликс Диего Симеонемен келіспеушіліктерден кейін командадан кеткісі келеді. Атлетико Мадрид Брюгге ойынында Диего Симеоне португалдыққа 3 рет денесін қыздыруды тапсырған. Бірақ сонда да алаңға шығарған жоқ. Ойыншыға осы ұнамаған көрінеді. Бапкер мен ойыншының арақатынасы бұған дейін де жақсы болмаған. Енді Марка басылымының хабарлауынша Жоау Феликс алдағы қыста Мадридтен кеткісі келеді. Қауесеттерге сүйенсек, 22 жастағы португалдыққа Манчестер Юнайтед, ПСЖ және Барселона қызығып отыр. Егер Арсенал Чемпиондар лигасына жолдама алса, алдағы жазғы трансферге арналған қаржылары біршама көбейеді. Ол көптеген ойыншыларды қызықтыруы мүмкін. Испаниялық АЕС басылымының хабарлауынша, қазір Фрэнки де Йонгтың Барселонаға көңілі толмай жүр. Голландиялық каталондықтар сапында қалғаннан бері көп ойындарға негізгі құрамда алаңға шыға алмай жүр. Басылымның хабарлауынша, осылай жалғаса берсе, голландиялық командадан кетуді ойлауы мүмкін. АПЛ енді ғана басталды. Арсенал қазір Премьер-лигада 1-ші орында тұр. Осылай жалғаса берсе, келесі маусымда Артетаның командасы Чемпиондар лигасында ойнайды. Ал қазіргі Арсеналдың жартылай қорғаныстағы қиындықтарын ескерсек, де Йонг бұл жерге өте керемет жарасатын еді. El Chiringuito басылымының хабарлауынша, де Йонгтың қазіргі бағасы 60 миллион евро. Арсеналдың 21 жастағы қорғаушысы Вильям Салиба алдағы бір айда канонерлермен жаңа келісімшартқа отырмаса, ПСЖ ойыншымен байланысқа шығуы мүмкін. Қорғаушының Арсеналмен әлі 2 жылға жарамды келісімшарты бар. Сонда да ПСЖ ойыншыны алдағы қыста сатып алуды жоспарлап отыр. Арсеналдың өзі қорғаушыны жібергісі келмейді. Және жаңа келісімшарт бойынша келіссөздер жүргізуге дайын. Ойыншыға Францияда өз үйінде ойнаған ұнайды. Сондықтан Салиба ПСЖ-ға ауысуы әбден мүмкін. Football Insider басылымының хабарлауынша, 23 жастағы супер жұлдыз Мбаппе Ливерпульде Мухаммед Салахты алмастыруы мүмкін. Бұған дейін беделді журналист Фабрицио Романоның хабарлауынша, Мбаппе қазір ПСЖ басшылығына көңілі толмай жүр және Парижден кеткісі келеді. The Telegraph басылымының хабарлауынша, өткен жазда Мбаппе Ливерпульмен келіссөздер жүргізген. Бұған қоса Ливерпуль Мбаппенің анасының сүйікті клубы. Ал біздің байқағанымыз, Мбаппенің барлық маңызды шешімдерін оның отбасы қабылдайды. Сондықтан бұл мүмкін трансферді елемеуге болмайды. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар соңына жетті. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.